Осылай істесеңіз, сізді әрдайым қуана қарсы алатын болады. Қалай болғанда да басқаның назарын өзіне аударуға тырысатын адамдардың өмірде бар екенін сіз де мен де жақсы білеміз. Әрине, бүйтудің еш береке бермейтіні белгілі. Өйткені адамдар үшін сіздің мүдделеріңіз еш қызық емес. Оларды таңнан қара кешке дейін қызықтыратын бір ғана нәрсе бар. Бұл олардың өздері. Нью-Йоркте кезінде телефон компаниясы телефонмен сөйлесу кезінде ең көп қолданылатын сөзді анықтау мақсатында зерттеу жүргізген екен. Іштеріңіз сезіп тұрған болар, ең көп қолданылған сөз мен есімдігі. Мен. Телефон арқылы өрбіген 500 әңгімеде мен деген сөз 3990 рет қайталанған. Топпен түскен фотосуретті көргенде көзіңіз алдымен кімге түседі? Бір кездері мен Нью-Йорк университетінде ұйымдастырылған қысқа әңгімелер жазу курсына қатыстым. Дәрісті танымал журнал редакторы оқыды. Ол күн сайын өзінің қолынан өтіп жатқан әңгімелердің 1-2 жолын ғана қарап, автордың адамдарды жақсы көретінін немесе көрмейтінін тап басып айта алатынын жеткізетін еді. Адамдарды жақсы көрмейтін автордың әңгімелері адамдарға ұнамайды деген еді ол сонда. Көркем шығарманы қалай шебер жазуға болатынын үйретіп отырып, көпті көрген тәжірибелі редакторымыз бізге ақыл айтып тұрғаны үшін бізден қайта кешірім сұрайтын. Кез келген уағызшы айтуы мүмкін нәрсені айтып тұрған болармын дейтін ол. Дегенмен жақсы әңгіме жазғыңыз келсе, сіздер де адамдарға құлақ түре білулеріңіз керек. Мұндай қабілет кітап жазу үшін де керек болса, адамдармен қарым-қатынас жайлы айтып жатудың өзі артық. Танымал сиқыршы Говард Терстон Бродвейге соңғы рет келгенде онымен бір кешті бірге өткізген едім. Терстон өз заманының заңғары, сиқыршылардың патшасы болатын. Бұл сиқыршы 40 жыл бойы әлемді шарлап, көрерменді таңғалдырып, ықыласқа бөленіп жүрді. Оның қойылымын 60 миллиондай адам тамашалаған. Табысы $2 миллион жеткен. Терстоннан оның жетістігінің құпиясын сұрадым. Әрине, ол бұны мектепте үйренген жоқ, өйткені кішкентай кезінде үйінен қашып кетіп далада күн көрген екен. Жүк вагондарымен ары-бері сабылып, сабын шөптің үстінде ұйықтап, әр үйге кіріп қайыр сұрап, жол бойындағы станциялардың аттарын ежіктеп оқи жүріп, сауатын ашыпты. Терстон сиқыршылық өнерді басқалардан артық білді деп ойлайсыз ба? Жоқ. Ол сиқыр өнері жөнінде көптеген кітап жазылғанын және көптеген адамдардың білімі оның білімінен де артық екендігін айтты. Алайда оған басқа адамдарда кездеспейтін екі қасиет тән болатын. Біріншіден, ол көпшіліктің назарын өзіне тарта алды. Ол керемет шоумен де еді. Сондай-ақ ол адам табиғатын жақсы білді. Ол әрбір қимыл қозғалысын, дауыс ырғағын, бет әлпетін барлығында алдын ала жаттықтыратындықтан әрекеттері қас қағым сәтте өте шығатын. Екіншіден, Терстонды адамдар шынымен қызықтыратын. Сиқыршылардың көбі көрермендерге қарап, ішінен мұнда қарапайым әрі аңқау жұрт жиналған екен. Мен оларды оп-оңай алдап соғам деп ойлайды. Ал Терстон олай ойламайтын. Ол сахнаға шығар алдында іштей, бұл адамдардың менің қойылымыма келгеніне қатты ризамын. Солардың арқасында мен өзіме ұнайтын жұмысты істеп тіршілік етуге жеткілікті табыс тауып жүрмін. Сондықтан да мен оларға қолымнан келгенше жақсы өнер көрсетуге тиіспін деп қайталап отыратын. Біздің жыл санауымыздан 100 жыл бұрын Римнің атақты ақыны Публий Сир бұлай деген болатын. Бізге көңіл бөлген адамдарға ғана біз көңіл бөле бастаймыз. Адамдарға көңіл бөлу де шынайы болуы керек. Яғни, ол қызығушылық білдірген адамға ғана емес, қызығушылық туғызған адам үшін де пайдалы болуы керек. Ол жол үстіндегі екі жақты қозғалыс сияқты. Екі жақ та қажетіне қол жеткізеді. Нью-Йорк штатына қарасты
Лонг-Айленд қаласында ұйымдастырылған курсымыздың тыңдаушысы Мартин Гинзберг жай бір медбикенің өзіне деген көңілі өміріне қалай әсер еткенін айтып берді. Ол кезде жасым 10-да еді. Алғыс айту күні болатын. Келесі күні күрделі ортопедиялық операция жасалу керек болғандықтан, қалалық аурухананың әлеуметтік көмек бөлімінде жаттым. Жас болсам да, жазылғанға дейін қаншама ай бойы аурудан қиналатынымды білдім. Әкем ол кезде дүние салған. Анам екеуміз әлеуметтік көмекке сүйеніп, кішкентай пәтерде өмір сүретінбіз. Операция болатын күні анам келе алмады. Уақыт өткен сайын мені жалғыздық пен қорқыныш сезімі жаулап алды. Анамның мені уайымдап, алғыс айту күнін атап өтерлік ақшасы да жоқ. Үйде жападан жалғыз отырғанын сезіп жатырмын. Көзім жасқа толып, басқаларға жылағанымды көрсетпес үшін басымды жастықпен жауып алдым. Үн шығармағаныммен өкси жылағаннан сай сүйегім сырқырап кетті. Менің бұл жағдайымды байқаған медбике қасыма келіп отырды да, бетіме басып жатқан жастықты алып, көз жасымды сүрте бастады. Сүртіп болған соң, сол күні кезекші екенін, отбасынан алыс жалғызсырап отырғанын айтып, менімен бірге тамақтануға қалай қарайсың деп сұрады. Менің жауап бергенімді күтпестен, күркетауық еті, картоп пюресі, мүкжидек тұздығы және балмұздақ салынған 2 үлкен табақ алып келді. Әңгіме айтып, қорқынышымды сейілтуге тырысты. Жұмысының кешкі 4-те аяқталғанына қарамастан, түнгі 11-ге дейін менімен ойын ойнады, әңгімелесті. Сөйтіп, мен ұйқыға кеткенше жанымда болды. Содан бері қаншама алғыс айту күнін атап өттік. Алайда қорқыныш пен жалғыздыққа толы болған сол бір күн және оларды шыдамдылықпен жеңіп шығуға көмектескен бөтен адамның осы бір мейірімі мен жылылығын есіме алмаған кезім болған емес. Олай болса, адамдарға ұнағыңыз келсе, өзіңізге де көмектескіңіз келсе, адамдарға шынайы ықылас танытыңыз.